Қайырлы күн асыйхан шайымдары. Бүгін сіздермен 5 минутта дайын болатын өте дәмді ерекше салаттың рецептімен бөлісетін боламын. Каналыма тіркеліп, видеоны лайк басуды ұмытпаңыздар. Қайнатылған жұмыртқаны 2-ге бөліп, осылай қалыңдау етіп турап аламыз. Жұмыртқаны турап болған соң, шұжықты видеода көрсетілгендей етіп, жіңішке етіп турап аламыз. Бірақ көлемі ірі болуы керек. Осылай жақсылап турап аламыз. Одан соң ұсақ корнишондардың осылай 2 шетін алып, жақсылап тазалап аламыз. Бүтіндей етіп саламыз. Егер де корнишондарыңыз ірі көлемде болатын болса, оларды ортасынан бөліп алуға болады. Осылай тазалап салып аламыз. Ал енді келесі кезекте осылай корейский капустаны 4 бұрышты етіп, ірілеу етіп турап аламыз. Оны да осы салатымызға қосамыз. Мен корейский капустаның тек қана бас жағын, жұмсақ жерін алдым. Сіздер де солай тек қана жартысын ғана, жұмсақ жерін ғана қосыңыздар. Сонда салатымыз дәмді болып шығады. Енді үстіне жүгері және де майонез қосамыз. Татымына қарай тұз және бұрыш қоссаңыздар болады. Жақсылап барлығын біркелкі етіп араластырып аламыз. Біркелкі етіп араластырып алдық. Міне осымен салатымыз дайын. Салаттың үстіне осылай кептірілген нан салсаңыздар болады. Өте дәмі керемет ерекше салат. Міндетті түрде жасап көріңіздер.